Енді қараңыздар. Енді қараңыздар. Мына жерде біз конкурсна комиссияны выбирать етеміз. Егер де шебер болсаңыз республиканский, егер де зерттеуші болсаңыз областная. Менің қызым зерттеушіге өтеді, сондықтан да область, одан кейін өзіміздің облыстың таңдаймыз, Алматинская область. Ауданымызды таңдаймыз, бізде еңбекші қазақ ауданы. Енді год прохождения аттестации, оны көрсетеміз 2025 деп көрсетеміз. Квалификационная категория, жаңағы педагог, педагог, исследователь. Одан кейін должность мына жерде педагог дейміз. Учитель. Айжан апай, мен сізге бір сұрақ қойсам бола ма? Айта ғой. Мен преподаватель дегенді айта бер. 2020-ның қараша айында өткен едім. Енді қазір осы неден қалмайын деп өтіп жатырмын. Соным дұрыс па, әлде келесі күзде өтуім керек па? Күзде жоқ қой, жылына бір-ақ рет қой көкетай. Онда менің өтіп жатқан дұрыс қой, иә? Мен 2020-ның қарашасына дейін жарайды ғой қазіргі нем. Қазірдің дұрыс. Өтпеймін десең, саған келесі 26-шы жылға продлять етіп беру керек мектеп. Енді қараңызшы, енді мен осы жинап жатқан құжаттарым арқылы растаймын да зерттеушіні. Егер осы неден растай алмай қалсам, менің нем сол жаңа қарашаға дейін жарамды болып тұра береді ма? Жоқ. Алып тастай ма? Жоқ, алып тастайды. Қаласыз ғой онда, апай. Уже түсіріп тастайды ғой сізді, потому что сіз уже беріп жатсыз ғой. Сіз тест өтпейсіз ғой қазір. Только портфолио өтесіз. Сізге, апай, бір жыл күтуге де болады. Егер мектеп просто сізге приказ шығару керек, продление, бір жылға продлевать етуге болады. Өйткені күзде болмайды, бұрындай жылына 2 рет болатын ғой. А сейчас уже болмайды осы. Қазір 1 рет. Бір рет. Сіз егерде биыл өтпеймін десеңіз, қазір өтпеймін десеңіз, онда мектеп сізге бұйрық шығару керек. О продление деген. Сөйтіп 1 жылға созып береді, сіз келесі жыл 26-шы жылы сол бұйрықтың негізінде 26-шы жылға дейін сіз оқу жылына аласыз зерттеушінің ақшасын. Бірақ та 26-шы жылы сіз неге өтесіз? Мен сұрақ қояйыншы, апай. На общих основаниях, егер де өтетұғын болсаңыз, сіз на общих основаниях өтесіз. И жаңағы. Мынау зум тағы да бітіп қалады. Мынау основанием является... Жақсы. Түсінікті, жақсы, рахмет. Основанием является следующей работы деген жерге, мына жерге сіздер ссылканы саласыздар. Жаңа мен құжаттарды көрсеттім ғой, соны Google дискқа саласыз. Google дисктағы ссылканы жасайсыздар, доступный қылып для тех, у кого ссылка. Оны жаңағы нелерін өзгерте алмайды ешкім, просто кіріп қарай алады. Енді менің түсінгенім, жаңа бұның бәрін нетеміз ғой, ЕГОВқа загружать етеміз ғой. Сол кезде ЕГОВ біздің өтінішімізді шеберлердікі Минпросқа жібереді да, зерттеушілердікі областной департаментқа жібереді. Сөйтіп аттестационный комиссия сол жерде қарайды. ЕГОВтың өзі бізге категория бермейді. Да, конечно. Мына жерге сіздер ссылканы саласыздар, одан кейін белгілейсіз мына жерге наличие профессиональных достижений деген. Көрдіңіз ба? Сол кезде сізде мына жерде... Енді тағы бір сұрақ, Айжан апай. Біз Google дискіға цветнойын салып жатырмыз ғой, дұрыс қой, е? Да, наверное, без разницы, но цветной салсаңыз тоже хорошо. Да, бізге тот раз черно-белый говорили, а теперь цветной. Ол принципиально емес қой? Иә. Енді қараңыздар, мына жерге... Вот, про трудовой деятельность. Документ, удостоверяющий трудовую деятельность. Сіздер мынаны бассаңыз, выберите файл дегенді. Сонда мынау, как обычно, стандартный не шығады. Рабочий стол, мысалы. Рабочий столда менде енді
Аселяның құжаттары жоқ менде. Мен просто сіздерге көрсету үшін мынау қалай сақтап едім, ұмытып қалдым уже. Мы, получается, еще раз Протокол, загружаем обучение. еңбек кітапшасын, Еще правильно? раз загружаем. Да. Все Вот понятно. сюда вот Демек, загружаем. Ага. Мынау түсінікті ғой, да? да, Вот понятно. сюда загружаем. Загружаем сюда трудовую книжку, Мгм. а сюда загружаем профессиональные достижения. Мгм. Например, мен сіздерге айтып едім ғой, не жасадым деп профессиональные достижения. Бір PDF-та. Повышение квалификации, обобщение трансляции опыта. Бір PDF-та публикации, қазіргі бетті. Вот у вас Достижение достижение. дегенде тұр, да? Достижение дегенде. Я көріп тұрсыздар ма? Мынаны сол жерге, мына профессиональный достижение дегенде осы жерге біз загружать етеміз. Көрініп тұр ма? Да, видно. Один PDF-пен все достижения. Да, все достижения один PDF деген. Здесь у вас и учителя, и ученика, да, получается? Нет, там только учителя. Учитель. Все Вот здесь хорошо. вот только учителя. Достижение учителя деп. Понятно. Соны ғана загружать етеміз. Енді оны загружать етіп болғаннан кейін, мынаны астынан мынау не шығады? Мынаны белгілейсіздер, мынаны белгілейсіз, и мынау көк шығады. Ага. Бұны басқаннан кейін болды, уже возврат жоқ. Егер де сіз анау бірдеңкеңіз қалып қалса, мынаны басып загружать етіп қойсаңыз, уже сіз ана ЕГОВқа 14-14-ке ма номері шығады мына жерде өзі. Сол арқылы жаңа хабарласып отзывать етсеңіз болады. Бізде бүгін сондай случай болды. Хорошо. Бірдеңкесі болмай қалып, а вот эту ссылку вы умеете делать сами. Все понятно. Ага, все. Мен сұрақ қойсам болады ма? Ешқандай қиыншылығы жоқ. Мен ойлаймын, 65-ке келген мен жасаған дүниені сендер жастар вообще тем более ойнап жасайсыздар. Конечно. Рахмет, Апай, апай. супер. Рахмет, Енді- Айнұр уақытыңызды Ага. бөліп, бізге қосылып, просто сразу тез болғаннан кейін ұстаздарда осындай көп сұрақтар болды да. А вообще, зерттеушілер это самое енді загружать етеді ғой, оларға әлі бұйрық жоқ. А мастерлардікі Алматы облысы бойынша кеше бітіп қалды. Ага. 5 мен 9-ның арасында. Все. Жақсы, сау болыңыздар. Рахмет, Айжан Асылханна. Сау болыңыз. Давайте. Пока-пока. Сау болыңыз, Потом көп мне рахмет. ссылку на запись Айнура сделаешь? Все отправлю. Хорошо. Ага, чтобы я отчиталась перед своими. Сау болыңдар.